Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы судың пайдасы. Алдымен сабағымыз басталмақ бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и, конечно же, оставить комментарий. Бүгінгі сабақтың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерді қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысайық. Пайда, польза, ас қорыту, пищеварение, тасымалдау, перевозить, переносить, жарақаттану, это травма либо пораниться, сауықтыру, лечить, тәбеті болмау, отсутствие аппетита. Келесі бірінші тапсырмада судың пайдасын айтып, диаграмманы толтырыңдар. В первом задании дополнить диаграмму о пользе воды. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі жазылым тапсырмасында суреттерді пайдаланып шағын мәтін құра. Используя картинки, составьте небольшой текст. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Үшінші тапсырмаға көшейік. Мәтінді тыңда, түсініп оқу, түсінгеніңді баянда. То есть прочитайте текст и, конечно же, расскажите о том, что вы поняли. Адам ағзасына судың көп пайдасы бар. Себебі мидан бастап асқазанға дейінгі барлық мүше суды қажет етеді. Сондықтан күнде таңертең су ішу керек. Дәрігерлер судың төмендегідей пайдасын атап көрсетеді. Дене температурасын тұрақты ұстап тұр. Оттегі тасымалдайды. Бүйрек пен бауырды қалдықтардан тазалайды. Дәрумен мен минералды таратады. Денені жарақаттанудан қорғайды. Жасушалар мен бұлшықетті біріктіреді. Тері жасушаларын ылғалдандырып, сауықтырады. Су ас қорытуға жақсы көмектеседі. Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады. Қанның 83%, бұлшықеттердің 75%, мидың 74%, сүйектердің 22% судан тұрады. Денеде 20%-дан су жетіспесе, адам өміріне қауіп төнеді. Адам қажет мөлшерде су ішпесе, миының жұмысы баяулайды. Қан қоюланады, жүрек көп жұмыс істеуге мәжбүр болады. Іш қатады, адамның басы айналып ауырады, тез шаршап әлсіздік пайда болады. Тамақ ішуге тәбеті болмайды. Адам тұмаумен ауырғанда, биік жерлерде болғанда, күн ыстықта көп су ішу қажет. Мәтінді оқып болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендір. Сөйлем құра. В этом задании соедините слова по их значению, а затем составьте предложение. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада жақшадағы сөздердің дұрыс нұсқасын таңдап жаз. А теперь выберите правильный вариант слов в скобках. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада бір сөйлемге бірнеше нұсқада сұрақ қойыңдар. А теперь запишите вопросы в нескольких вариантах для одного предложения.
Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада мәтінді оқы. Мәтіннен сан есімдерді тауып, қандай сұраққа жауап беретінін айт. Прочитайте текст. Найдите в тексте именочислительные. Скажите, на какой вопрос они отвечают. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Жазылым тапсырмасына судың пайдасы деген тақырыпта постер дайында. А теперь выполните следующее задание. Сделайте постер на тему о пользе воды. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Соңғы тапсырмамыз. Көршіңе төмендегі сұрақтарды қойып, диалог құр. То есть задайте следующие вопросы своему соседу по парте, составляя диалог. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.